Қайырлы күн достар. 6 ай өміріңіз қалса, не істейтін едіңіз? Өткен жолы мен осындай сұрақ қойдым подписчиктарға. Біреуі саяхаттаймын деді, біреуі отбасыма арнаймын деді уақытын. Бұл жерде де енді көбісінің жауабы ұқсас, 2-3 пункт қана осыған ұқсас. Және мен де жауабым сіздер сол жауаптарға ұқсас, ол да ұқсас. Басқа адамдардың жауаптарын зерттеп, оларда да отбасына арнасам дейді, саяхаттасам дейді, туыстармен өткізсем дейді. Ал кейбір адамдар берілмей басқа да жоспар құрып, яғни 6 ай емес, 5 жылға, 6 жылға жоспар құрып, бәрібір соған қарай әрекет етем деген адамдар болды. Бірақ олар сирек. Яғни менің ойымша қазір жоспар құрған кезде 3 ай, 6 ай максимум құру керек сияқты. Себебі көптеген өзгерістер болып жатыр қазір. Мысалы осыдан 1 ай бұрын бізде